Айына 5 мың сұрайтындай сен аузына чөп жұлып беріпсің ба жылқыдардың? Сен кім едің ол сұрайтын менен? Көктемде мал әкеп қосқанда қалай келісіп едік қой? Бәрін басын ашып алып едік қой. Бағасына келісіп, айына деп. Енді чөз әңгіме болып тұр мынау. Мен саған жазды күні сүт бесіп апарып бердіңсе, киіп жүр деп үстіне. Айналайын-ау, мен сенен киім сұрадым үстіме, киім қажет деп. Өзің әкеп тастапсың ескі киіміңді маған. Ескі болғанда мен саған үстіне киісін деп әкеп бердім ғой. Бір-екі рет киілген киім ғой ол. Әй шырағым-ау, мен сенен сұрадым үстіме киім қажет деп маған. Өзіңе жарамағанды маған әкеп тастағасын. Менде ақша болмай тұр қазір. Ақысын кейіндірек берейін. Ақша болмай тұр қазір. Менің хақымды төлегенге ақшаң болған кезде келесің. Сол кезде малыңды аласың. Мен аны ауылдан келдім сандал айдалаға. Сен бермеудің амалына ойлап тұрсың ба маған? Сен сонда қай бетімен келем, не деп ойладың? Қойш, сен мен дауа жоқ сөйлесетін. Айына 5 мың сұрайтындай сен аузына чөп жұлып беріпсің ба жылқыдардың? Сен кім едің ол сұрайтын менен? Көктемде мал әкеп қосқанда қалай келісіп едік қой? Бәрін басын ашып алып едік қой. Бағасына келісіп, айына деп. Енді чөз әңгіме болып тұр мынау. Мен саған жазды күні сүт бесіп апарып бердіңсе, киіп жүр деп үстіне. Айналайын-ау, мен сенен киім сұрадым үстіме, киім қажет деп. Өзің әкеп тастапсың ескі киіміңді маған. Ескі болғанда мен саған үстіне киісін деп әкеп бердім ғой. Бір-екі рет киілген киім ғой ол. Әй шырағым-ау, мен сенен сұрадым үстіме киім қажет деп маған. Өзіңе жарамағанды маған әкеп тастағасын. Менде ақша болмай тұр қазір. Ақысын кейіндірек берейін. Ақша болмай тұр қазір. Менің хақымды төлегенге ақшаң болған кезде келесің. Сол кезде малыңды аласың. Мен аны ауылдан келдім сандал айдалаға. Сен бермеудің амалына ойлап тұрсың ба маған? Сен сонда қай бетімен келем, не деп ойладың? Қойш, сен мен дауа жоқ сөйлесетін.